Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен бірге кекс пісіреміз. Бұл оңай рецепт. 2 жұмыртқа, 100 грамм май, 1 стакан қант, разрыхлитель 10 граммдай, 1 стакан қаймақ, сметана және 1 стакан ұн қажет болады. Мына ыдысымызға алдымен сары майымыздың жарты бөлігін, яғни 100 граммын ертіп аламыз газге. Кейін үстіне қант, жұмыртқа, разрыхлитель қаймағымызды салып, барлығын біркелкі араластырамыз. Кейін қант салған ыдысымызбен осы мөлшерде ұн алып, әуелі жартысын салып, араластырып аламыз. Әйтпесе жан-жағына шашырайды, бәрін бірден салсаң. Асықпай бірінші жарты бөлігін араластырып аламыз. Кейін екінші бөлігін саламыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырып, арасында түйір қалмау керек. Сол үшін жақсылап араластыру керек. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай қоймалжың қою болу керек. Және кекс пісіретін ыдыстарымызды дайындай аламыз. Ішіне майымызды жағып, түптеріне майлардың бәрін жағып шығамыз, жиек-жиектеріне. Және бәріне бірдей етіп, дайын болған қамырымызды құйып шығамыз. Барлығына бірдей етіп құямыз. Бұл қамырымызды, дайын болған қамырды пешке 170-180 градусқа 35 минуттай, 30 минуттай қоямыз. Біздің кексіміз дайын. Сіздер пештеріңізге қарай градусын қарап қоясыздар, күйіп кетпесін. Біздің кексіміз дәмді болып шықты. Қысқан кезде орнына келіп тұр. Ортасы бәрі піскен. Оңай қолжетімді рецепттермен жасалатын кекс. Ұнаса жасап көріңіздер. Аузыңа салсаң еріп кетеді екен. Ұнаса лайк басып кетіңіз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Ең оңай рецепт.